6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Не болды, Twilight? Мен мұнда не үшін келгенімді түсінбеймін. Мен лорд Тирекпін. Және мен көптен бері менікі болуы тиіс нәрсені аламын. Бірақ ол сәт сайын күшейе түсуде ғой. Ал мен оны тоқтата алатын ханшайымды білем. Теректі тоқтату үшін Дискордты шақырдым. Сендер мен туралы айтып тұрсыңдар ма? Бәрің бірге толтырып жүрген күнделікті алып кете жаздаппын. Әйтсе де Дискорд жақсы дос болуға тырысқан болуы мүмкін. Бұл нәрселерден кілттердің қайда екенін көрсететін белгі көрмей тұрмын. Тағы бір кілт жетіспейді. Менің элементім. Маған қосыл, Дискорд. Ұлылығыңды қайтарып ал. Мен Дискордқа барынша сенім білдіріп, достық оған әсер етті деп үміттендім. Осы құрбандық арқылы ғана Эквестрия мен одан тысқары жерлерді құтқаруға болады. Терек оны бізден ұрламай тұрғанда, қалайда өз сиқырымыздан құтылуымыз керек. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Twilight патшалығы, 2 бөлім. Терек Аликондар сиқырына ие болмақшы. Ол бізге келгенде, бізде оның іздеген нәрсесі болмауы тиіс. Мен өз үлесімді қосып, сиқырымды беруге дайынмын. Сен дұрыс түсінбедің. Біздің сиқырымыз жай ғана жоғалып кете алмайды. Біреу оны қауіпсіз жерде ұстау керек. Ол біреу сенсің, Twilight. Неге мен? Біз Теректің Эквестрияда 4-ші Аликорн ханшайымның бар екенін білмейтініне сенімдіміз. Сиқырымызды саған берсек, Терек оның қайда кеткенін білмей қалады. Сенен не өтініп тұрғанымызды түсіндің бе? Я, тек мен өзімнің Аликорн сиқырымды басқаруды енді ғана үйреніп жатырмын. Одан да көп сиқыр алу керек қой. Twilight, сен сиқырлы элементтің иесісің. Егер мұны істей алатын бір пони болса, ол сенсің. Бұл тапсырманы орындау мен үшін ең қиын сынақтардың бірі болмақ. Бірақ достарымның көмегімен... Кешір, Twilight ханшайым. Бірақ өзіңнің жаңа қабілетіңді құпия ұстауың керек. Достарың жаңа күшің жайлы білсе, бұл оларға үлкен қауіп төндіруі мүмкін деп қорқам. Сен бұл жауапкершілікті мойныңа ала аламын деп ойлайсың ба? Бұл менің Эквестрия ханшайымы ретінде ойнауға арналған рөлім. Мен өз міндетімді атқарудан бас тартпаймын. Олай болса, бірден бастауымыз керек. Бірдеңе дұрыс емес. Не дұрыс болмауы мүмкін? Ештеңе, жалғастыра бер. Іс бітті. Сен тез келдің ғой. Бұл бәрі жақсы дегенді білдіре ме? Я, бәрі жақсы. Олай болса мен ұйықтаймын. Күн шыққан жоқ. Демек ұйықтауым керек. Қызық, күн шығу керек еді ғой. Күн қазір шығу керек. Сен мұны істей аласың. Шайнинг Амор, сен мұнда не істеп жүрсің? Шегін сатқын. Дискорд өзіне ғана сатқындық жасады. Өзінің шынайы болмыстан бас тартып, оған еш нәрсе бере алмайтын әлжуаз жылқылармен дос болды.
Бұлай істеуге қалай дәтің барды? Барып көңіл көтеріп келмейсің бе? Мен саған кедергі жасамаймын. Иә. Сендер не істедіңдер? Сендердің сиқырларың қайда? Сиқырды басқаруды үйренуім керек. Мен мұнда жаттыға алмайын. Твайлайт, біз қайда барамыз? О, сәлем, Спайк. Мен жай бір жерге баруым керек еді. Ой! Твайлайт? Ой, Твайлайт, амансың ба? Мәссаған, Твайлайт, сен бұлай жылдам ұшуды қашан үйрендің? Мен ерекше қатты желді ұстаған шығармын, немесе басқа бірдеңе. Басқа бірдеңе болу керек. Өйткені ол жерде жел соқпады. Мен не болғанын білмеймін, бірақ дәл қазір оны анықтауға уақытым жоқ. Тағы да әпкелі сіңлілердің қамалына баратын шығарсың. Қуана сенімен бірге барамыз. Бүгін емес, берек әлі де қауіпті болуы мүмкін. Бәрің осында қалыңдар, және барлық понилерді үйлерінен шығармауға тырысыңдар. Мен оны сендерден тартып алмас үшін сиқырларыңнан құтылуыма? Жоспарларың сондай болды ма? Сонымен қалай екен? Жақында әрбір пырақ, тарамүйіз және жер пони менің еркіме бас иет. Және тоқтату үшін ештеңе істей алмайтындарыңды білесіңдер. Сен жеңе алмайсың, Терек. Церберге сәлем айта барыңдар. Сен біздің еркімізге деген келді ғой, солай емес пе? Әрине. Міне, мен саған бір нәрсе бергім келеді. Мұны маған өте жақын жан берді. Мен саған ризашылығым мен адалдығымның белгісі ретінде беремін. О, мәссаған, сән де әшекейлерді жақсы көрем. Бұл Реритидің ықпалы деп ойлаймын. Қызық, бірақ мұндай нәрселерге уақытымыз жоқ. Қаншайымдарды жолымыздан алып тастадық. Бұл не? Осындай әзіл ме? Жоқ. Мен оны әлі ұстаған да жоқпын. 4-ші қаншайым? Ал сен мұны маған айтуды ойламадың ба? Мен біздің шынымен серіктес екенімізге көз жеткізуім керек болды. Ал енді бұған көзім жетті. Міне, сонда бұл 4-ші қаншайымды қайдан табамыз? Оның сарайы қайда? Сарай? О, жоқ. Твайлайт қаншайым Понивилдегі кітапхананың үстінде тұрады. Сарайы. Бұл ұзаққа созылмай. Болды. Барлық понилерге үйде отыруды ескерттік. Мен Дискордтың Теректі ұстайтынына және бәрі жақын арада аяқталатынына сенімдім. Мәстігейін, ол бұған асыға қоймайды. Немесе бұған көбірек уақыт қажет шығар. Қайтып келіпсің ғой. Қияр сэндвичтерін әкелдің бе? Әкелдім. Меніңше, осыдан кейін дәмді тамақтанудың сәті түсе қоймас. Жібер бізді! Олардың бәрін жинадың ба? Кішкентай айдаһарды да. Неге бұлай істеп жатырсың? Мен доспыз деп ойладым. О, дос болғанбыз, бірақ Терек маған шай ішуден көбірек нәрсе ұсынды. Сен осылай болатын білдің ғой. Білмедім, шынымен білмедім. Қаншайым олар үшін бәріне дайын деп ойлайсың ба? Егер Твайлайттың сиқыры болса, ол сенікі болады. Жақында бізге қарсы тұра алатын бірде-бір пырақ, жер понийі, немесе ешқандай дара мүйіз болмайды. Ау, бізге? Біз деп кім айтты? Сен менің күш жинауыма көмектестің. Маған Твайлайт қаншайымның сиқырын алуға көмектесетін құралдарды бердің. Ал енді сенің маған пайдаң жоқ.
Бірақ сен мұны ризашылығы мен адалдығыңның белгісі дедің. Жақын жан сыйлаған дедің ғой. Мені сатып кеткен ағам сыйлаған. Бұл да оның өзі сияқты түкке тұрғысыз. Сен осылай болатынын білдің. Білген жоқпын. Шынымен де білген жоқпын. Бұл менің қолымнан келеді. Көрдің бе? Мінсіз басқарылатын телепортация. Твайлайт ханшайым. Терек! Сенде маған тиесілі бірдеңе бар. Және оны маған бересің. Жоқ! Мен ханшайым құрбыларыңның не істегенін енді түсіндім. Ай! Біз тығырыққа тірелген сияқтымыз. Мәміле жасасуға қалай қарайсың, Твайлайт ханшайым? Оларды босатуым үшін Эквестриядағы барлық аликорн сиқырларын бересің. Біз оған лайық емеспіз. Олай істеме, Твайлайт. Сонымен не істейміз, ханшайым? Олай істеме, Твайлайт! Біз оған лайық емеспіз. Сен лайықсың, Флаттершай. Маған достықтың жеңілмейтін күш екенін сен үйреткенсің. Менде сиқырда, достықта болды. Ал қазір екеуі де жоқ. Жетер! Менің тап қазір жауабыңды естігім келеді. Мен саған достарымның орнына сиқырымды берем. Қалауың білсін. Менің барлық достарымды. Сендерге опасыздық жасағаннан кейін де оны әлі дос дейсің бе? Оны босат. Қалағаның осы болса. Рахмет, Твайлайт. Мен қатты өкінем. Білем. Сенің кезегің. Твайлайт, сен не ойладың? Терек мен алдап, достықтан да құнды нәрсе ұсына алатынына сендірді. Бірақ одан артық ештеңе жоқ.
Мен қазір түсініп тұрмын. Ол мені алдап, мынаны ризашылық пен адалдықтың белгісі ретінде бердім деді. Бірақ бұл біздің шынайы достығымыздың белгісі десем, демек, рас айтып тұрмын. Бұл бізге қажетті соңғы кілт деп ойлайсың ба? Сандыққа баруымыз керек. Бірге! Меніңше біз мұны бірге ашуымыз керек. Бұл қалай болды өзі? Сендерде сиқыр жоқ еді ғой. Қателесесің, Терек. Мүмкін саған аликорндық сиқырымды берген шығармын, бірақ ең күшті сиқырым өз бойымда. Керек болса. Менің көргенімді бәрін көріп тұрсыңдар ма? Бірақ ол кімдікі? Бұл сенікі деп ойлаймын, Твайлайт ханшайым. Сен ханшайым ретінде не істеу керектігін сұрағансың. Ал енді түсіндің бе? Ханшайым ретінде достық сиқырын бүкіл Эквестрияға таратуға күшім жетеді деп ойлаймын. Біздің әлемдегі менің рөлім осы болу керек. Мен таңдаған рөл. Бірақ Теректі өз күшіммен жеңген жоқпын. Сандықтың құлпын ашу үшін бәріміз қажет болдық. Олай болса, бұл рөлді жалғыз орындауым екіталай. Сен енді Твайлайт Спарклсың, достық ханшайымысың. Бірақ достар болмаса, достық ханшайыма болушы ма еді? Бір минут, ал менің тағым қайда? Меніңше сен оған лайық емессің. Иә, меніңше де солай сияқты. Ерекшелік бар әркімде, ұқсамаймыз біз ешкімге. Жарық нұр бар ішімізде, досыңмен бөліс сол нұрыңмен. Бәріміз жүрсек бірге,
секілі әлемге қолдан келмес ештеңе жоқ жеңбейтін шайқаста жоқ егер бірге болса шашылар әлемге егер бірге болса ол міне көрдіңге ең бір қосақты жарқырайды бізге биіктен бәріміз де бірге болсам достықтың күші жеңілмейді бәріміз де бірге болсақ достықтың күші жеңілмейді Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм.